Біздің сабағымызға қош келдіңдер. Сабағымыздың тақырыбы алаш қайраткерлері тіл мәселесі туралы. Сабақтың мақсаты оқыған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау, қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасау және өз пікірімізді, өз көзқарасымызды білдіру балалар. Біздің сабағымыз алаш қайраткерлері жайында біздің алаш қайраткерлері елімізге қаншалықты ерен қызмет көрсеткендігі сендерге мәлім, иә балалар? Біз алдыңғы сабақта да осы жайында айтқан болатынбыз. Келесі тапсырма. Бірінші топтың оқушылары, балалар, тапсырманы түсіндіріп жіберейін. Өзің қалаған алаш зиялысының атынан бүгінгі ұрпаққа тіл туралы өсиет хат жаз. Яғни, алаш зиялыларының атынан қазіргі жас ұрпаққа хат жазу. Тапсырма түсіндік ма? Бастадық. Екінші топтың оқушылары, тыңдаймыз. Тапсырмалары, алаш қайраткерлері білім саласына үлкен үлес қосқан, өз заманының көзі ашық, көкірегі ояу, бір туар тұлғалары еді. Пікірге келісесіңдер ме? Яғни, осы пікірге өзімнің көзқарасымды, өзімнің пікірімді қосып, бокс формуласымен білдіреміз. Кәдімгі бокс формуласы. Жазамыз балалар. Бірінші топ, кім оқиды? Мен қазіргі жас ұрпаққа айтарым, өз тіліңді, отаныңды сүй, құрметте. Біз сендерге үлкен үміт артамыз. Біз зиялылардың негізгі мақсатымыз және міндетіміз ол ұлтымызды ұйыстыру, сол елдігімізді айқындау, сауапты істің аясында ана тілімізді сақтау мәселесі. Біз бұл жұмысты бүгінгі ұрпақ, яғни сендерге қалдырып, үлкен үміт артамыз. Жақсы. Және кім оқиды? Құрметті жас ұрпақ, кең одағы жердің болашақта үлкен сенім артып отырған жастар. Бұл хат жазып отырғанның белгілі бір себебі қазіргі таңда қазақ халқының жақындану процестерімен шет елдерге еліктеп, көптеген халқымыздың өз салт дәстүрлерін ұмытып, өз тілінде сөйлеуге ұялып, өзге тілдерде сөйлеп отырғаны өте өкінішті. Сонда ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы қаншама қиын күрделі кездерін бастан кешіріп, соншама шаршылықтардан өтіп, өз елі қазақ жері үшін күресіп, сондағы мақсат ұрпақтар сол қиыншылықтарды көрмесін, бейбіт тату өмірде түсірсін деп күресіп қаншама қиыншылықтардан өтті. Яғни тарихи деректердің бірінде Мағжан Жұмабаев, белгілі алаш қайраткері, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы, қазіргі жастарға сенем, сенімін арттырып, мен жастарға сенемін атты өлеңдер арнады. Бұл сенімді ақтайды деген ойдамын, және де біз жастарға үлкен сенім артамыз. Жақсы. Және ғана оқу.
түсінесің бе? Оқи ғой. Жас ұрпақ, мен сендерге үлкен үміт артамын. Біз алаш қайраткерлерінің ерен еңбек сақтай біліңдер. Еліңді, тіліңді сүй, құрметте, бүгінгі тәуелсіздігіміздің гүлденуіне үлес қосатын үлкен адамзат болыңдар. Біз бабаларымыздың күресумен өсетін бойымыздағы сіңіруге, олардың бүгінгі күшімізбен тікелей сабақтас құндылық екендігін әрқашан сүйінуіміз қажет. Жақсы, жарайсың. Ал жақсы, екінші топқа кезекті берейік. Яғни балалар қосып қоймаласы, Құбаймай оқымай. Менің ойымша алаш Тыңдаймыз балалар. саласына үлкен үлес қосқан өз заманының көзі ашық, көкірегі ояу бір туар тұлғалары еді. Себебі алаш қайраткерлері, яғни кәсіби даярлығы заманына сай, адамгершілік, имандылық қасиеттері ата-бабамыздың сан ғасырлық қастерлі құндылықтарымен сусындаған Айхан Бөкейхан, Мыржақ Тылажова, Ахмет Байтұрсынұлы сияқты дүлдүлдер келешек ұрпақ үшін жанын құрбан етті. Оны мен 20 ғасырдың бас кезінде ұлт азаттық қозғалыс мәселелерінің бірі Алаш партиясының құрылуы деген фактілермен дәлелдеймін. Қорытындыға келер болсақ, Алаш партиясы қайраткерлері, яғни біздің ата-бабаларымыз қазір сүріп жатқан жарқын өмір үшін көптеген тер төгіп жанын құрбан етуге дейін барды. Жақсы, жарайсың. Барма жеңі. Санжан оқы. Менің ойымша алаш қайраткерлері білім саласына үлкен үлес қосқан өз заманының көзі ашық, көкірегі ояу бір туар тұлғалар еді. Себебі олар өз елдерінің адамдарын, балаларын сауатын ашып, тіл үйрету үшін көп еңбектенген. Алайда үкімет тарапынан қуғын-сүргін көріп оларды ату жазасына кескен. Бірақ олардың мақсаты өте керемет болған. Өз мақсаттарына жете алмады. Алаш барша қазақ жұртының жүрегін тербеткен ұраны шыққан тегі. Алаш қазақ сөзімен теңбе-тең болып қолданылады. Сондықтан болар алаш қозғалысы 20 ғасырдың адамдарында келешек ұрпақтарында маңызы болып келеді. Жақсы. Балалар, алаш жордашылардың, алаш үкіметінің басты мақсаты не еді? Адамдарды Көгітеп айтып керек, иә? Мақсат қандай? Айтамын. өз замандағы адамдарды тіл үйрету және Құрбан қосып кете ғой, жарайсың. Қазақ еліне демократия беру, қазақ автономиясын құру. Иә, автономиялы республика құрамыз деп талпынды, иә? Жақсы. Тағы қосарларың бар ма, балалар? Мына жақта ше. Қандай мақсат? Ана тілін сақтау Иә. және өз елдіктерді ұйыстыру, то есть елдерді. Яғни автономиялы республика құрамыз, мәдениетті боламыз, сауатты боламыз деп сонша еңбек сіңірді, иә? Бірақ мақсатына жете алды ма, балалар? Жоқ, олар ақыл несіне ұшырады. Иә. Сталиндік репрессия ұшырады. Атом жазасына тағайындалды. Сталиндік репрессияның құрбаны болып кетті, иә? Десек тағы балалар, біздің қазіргі жас ұрпақтар осы егеменді еліміздің елдігін биік ұстайтын, сол аталарымыздың үмітін ақтайтын жаңағы ұрпақтар екендеріне біз кәміл сенеміз, балалар. Біз бүгінгі сабақты жақсы түсіндік деп ойлаймын, мақсатқа жеттік деп ойлаймын. Жақсы.